химия сабағына қош келдіңіздер. Жаңа тақырыпты бастау үшін мына тақтамыз таза болуы тиіс. Ол үшін жаңа тақырыпты меңгеру үшін мына білімдер біздер үшін өте маңызды болып табылады. Бірінші сұраққа кім келеді? Перизат келе ғой. Елімізде 6-шы топта, 3-ші периодта, 3-ші қатарда үтік номері 16, массасы 32. Кристалды классикалық және ферромагнит. Жақсы. Және Сульфаттар, сульфиттер. Сіздер үй тапсырмасын жақсы меңгердіңіздер деп ойлаймын. Күкірт қышқыл және оның тұздары деген тақырыбымыз. Біздің сабағымыздың оқу мақсаты күкірт қышқылы ерітіндісінің және оның тұздарының физикалық, химиялық қасиеттерін зерттеу болып табылады. Және бізде бүгін номері 5-ші практикалық жұмысты жүзеге асыратын боламыз. Мынандай топтық жұмыс жасауым келіп тұр. Бұл жұмыстың аты running dictation деп аталады. Мінекей, уақыттарымыз аяқталды. Райтерлеріміз оқисын болады. Мен сол ақпаратты тыңдағым келіп тұр. Күкірт қышқылы суда еріткенде көп мөлшерде жылу бөледі. Ашық эзоты күшті электролит. Концентрлі күкірт қышқылы күшті электролит болып табылады. Қышқылдың үстіне су құймайды, судың үстіне қышқыл құяды. Рахмет. Өте жақсы тиянақты жазған екенсіздер. Күкірт қышқылы H2 эзоты күшті электролит. Өте жақсы. Магний эзоты көбейтілген 7H2O ащы немесе ағылшын тұзы. Күкірт қышқылы түссіз, майсыз, ұшпайтын, иіссіз сұйықтық. Күкірт қышқылын суда еріткенде көп мөлшерде жылу бөледі. And in a three-stage process called the contact process. Сіздер жаңа видеодан күкірт қышқылының өндірісте алыну жолы туралы көрдіңіздер. Ақпараттар түсінікті болып ма сіздерге? Қазір осы сіздерге бейнебаян бойынша жұмыстық тапсырма бергім келіп тұр. Тамаша. Күкірт қышқылының өндірісте алыну туралы бейнебаянды өте жақсы түсінгенсіздер. Қағаз алу. Синтетикалық мықты жіптерді алуды, қатты жіптерді алуда осы күкірт қышқылы қолданылады. Номері 5-ші практикалық жұмысқа берейік. Науқа 2 мм сіртті ерітіндісін құямыз. Құйып ал енді. Және оның үстіне 2-3 тамшы фенофталин ерітіндісін тамызыңыз. Фенофталин деген не балалар біздерде? Ол индикатор, яғни қышқылы, сіртілер, орталарды анықтау үшін түсті өзгеру арқылы біз кез келген ерітіндіні анықтай аламыз. Ол қышқыл ма, әлде сілті ма деген сияқты. Қанқурай түске боялды деген сөз, ол бізде не істеді деген сөз? Яғни бұл ерітіндіміздің біздің шынымен сілті екені көрсетеді. Осының барлығын тиянақтап жазасыздар. Қайтадан түссізден. Яғни қандай реакция жүрді Нұрбала? Бейтараптан реакциясы жүрді. Өте жақсы. Енді тақтаға осы жазған істеген нәрселердің реакциясын жазамыз. Күкірт қышқылы менен натрий гидроксидінің арасындағы реакцияны жазамыз. Бәріміз жазамыз дәптерімізге балалар. Қышқыл менен негіз әрекеттескен уақытта бізде тұз түзіледі және су түзіледі. Бейтараптану реакциясы деп аталады. Енді кім аяқтаған? Бірінші аяқтаған Зарина, екінші Айым, үшінші Инабат, төртінші Асламбек. Қалғандарымыз тақтадан жаздық па? Өздеріңіз орындай алдыңыздар. Екінші сынауымызға дәл сондай. 4 мм Қараңыздар. Реакция теңдеуі. Реакция мышта жүреді да, мыста жүрмейді. Жақсы. Осының дәлелі ретінде реакция теңдеуін жасауы. Бәрі балаларға қарап көрсетіп жібер, Айым. Сонымен менеке күкірт қышқылына барий хлоридінің тұзын салды. Не түзіліп тұр? Тұз еріп жатыр ма? Жоқ, еріп жатқан жоқ. Не істеп жатыр? Түбінде қалып қойды, иә? Мінекей қанша естесек те
араластырғанменен бәрібір тұнба үзіліп тұр. Яғни бұл барийдің тұздары ерімтал ма? Ерімтал. Барийдің тұздары, сульфаттары ерімтал еместігін көрсетеді. Немесе барийді біздер осы күкірт қышқылына барий реактив болып табылады. Реакцияны дәлелдеп, реакция теңдеуін жасамыз. Кім бірінші? Айым бірінші бола ма де, сіздер бірінші боласыздар. Барий хлориді. Барий хлориді, барий сульфаты, тұнба бізді айым, тұнбаның белгісін саламыз. Барий сульфатынан кейін біз тұнбаның белгісін саламыз. Және плюс ашқылы. Реакция теңеспекті айым. Реакция теңеспекті. Осы кезде бізде үшінші реакциямыз жақсы отырауы. Жақсы. Енді бізде соңғы тәжірибеміз қалды. Не болды? Несі өзгерді ма? Қара өзгерді. Түсі өзгерді. Жоқ, астындағы көк апай қандай? Тұнба. Бірінші, мұз сульфаты мен натрий гидроксидінің арасында реакция жасамыз. Молырақ алатынбыз. Қазір бізге себебі тұнба еріту қажет қой. Так. Проверкімді қозға. Тағы да күкірт қышқылын құйып. Түсі өзгеріп жатыр. Түсі өзгеріп. Тұзымыз, тұнбамыз еріп жатыр. Тұнба қалды ма? Тұнба қалған жоқ. Енді осы реакцияңды тақтаға жазауға. Яғни бірінші кім болды? Өте жақсы. Мерейлім, Зарина бірінші, Мерейлім екінші, Клемен тексерейін. Қате бар ма жоқ па? Сенде натрий сульфаты түзілуге. Натрий S4. Енді арқарай жаз реакцияңды. Дұрыс. Енді осы мына мыс гидроксидіне біз арқарай тұнба пайда болды ғой, сол тұнбаны ерттік, сол реакцияны жазамыз. Ал ақботаның өзі аяқтап қой. Қайда? Мына жерде бір қателік тұр, натрий S4 болады, натрий бір валентті S4 қышқыл қалды. Біраз ақпарат бірдіңіздер деп ойлаймын. Қорытындылайтын болсақ, яғни сіздерден кері байланыс күтемін. Кері байланысы 4 терезе әдісі арқылы алғым келіп тұр. Сіздер үшін бүгінгі сабақта не маңызды болды, не нәрсе қиын болды, не нәрсе қызықты болды, және не нәрсе жеткіліксіз болды деп есептейсіздер. Нұрханым бастайлы. Маған үшін біздің практикалық жұмыстар өте қызықты болды. Жақсы, рахмет. Қызықты болған екен. Нұрханымға Зарина. Маған қызықты және маңызды болған ол екінші тақырыпқа бізде running dictation. Dictation. Біз яғни сол кезде мәліметтерді оқи отырып, оны есте сақтап жүрдік. Яғни есте сақтау қабілетін дамытуға жақсы тапсырмалар екен. Рахмет. Мерейлім. Маған маңызды болғаны, ол тәжірибе жасағанымыз, практикалық жұмыстар жасағанымыз маңызды болды. Жақсы, рахмет. Айым. Ештеңе қиын болмады ма? Жоқ. Айым. Маған барлық осы күкірт қышқылдарының қыздардың әрбір жасаған тәжірибелер жазғанымыз барлығы маңызды одан қызықты болып, қиын болған бұл жерде жігітке тиісті жазу, мен райтингер ойлатқаным, сол жерде тиісті жазу маған қиын болды. Жақсы, рахмет. Индира. қышқылдың үстіне су қойып, судың үстіне қышқыл құймайтыны мен үшін маңызды. Яғни қауіпсіздік ережесі өте маңызды болды, сен үшін. Өте жақсы. Мына жерде де тұр, мінеге қауіпсіздік ережесі әрдайым танытыларыңыз болады. Кез келген тәжірибені жасайтын уақытта қауіпсіздік ережесін сақтануымыз керек. Жақсы, ендеше олай болса, кері байланыстарыңызға көптен көп рахмет. Бүгінгі сабақта белсенді болғандар үшін бағаларыңызды электрондық күнделіктен көресіздер. Көптен көп
Рахмет сіздерге. Сау саламатта болыңыздар.